мен балалар отыра қойыңдар. Бүгін ерекше көңіл күй сыйлағым деп тұр. Мен сендерге білім шырағын ұсынамын. Білім шырағында әркімге ерекше тілек бар. Қанекей соны ашып көрелік. Келе қойыңдар. Бастаймыз. Тездетіп қойыңдар. Сәттілік, өте тамаша. Өзің оқи қой? Ұшқыр ой, қаттырақ айтамыз. Тездетеміз. Қаттырақ айтамыз. Белсенділік. Әділдік. Міне осындай тілектер тілеймін. Сендердің жолдарың ашық, шамшырақтарың үнемі жігерге болашаққа бағдар жасап тұруына тілектесін. Ары қарай жалғастырамыз. Балалар, енді сабағымыз басталды. Екі топқа бөлініп алайық. Жалпы біздің сабағымыз қандай сабақты өтіп жатыр еді? Жамбыл Жабаевтың шығармашылығымен танысып жатқанбыз. Жамбыл дүлдүл ақын. Оза шығып бәйге алып жүрген ақын. Дүлдүл дегенде көз алдыларына не елестейді? Қандай бейне елестейді? Жылғы. Яғни тұлпарларды екі топқа бөлу арқылы топқа бөлінеміз. Қазір тұлпарлар. Мінекей тұлпарларымыз көрініп тұр. Осы тұлпарларды біз екіге бөліп алуымыз керек. Тұлпарларды асқан кезде бірінші және екінші деген нөмірлер шығады. Сол бойынша топқа бөлінеміз. Тездетеміз, балалар, келе қойыңдар. Тездетеміз, балалар, тез. Екінші топ. Бірінші топ. Бірінші топ. Келесі кезекте балалар үй тапсырмасы. Үйге қандай тапсырма берілмеді? Айта қой. Зілді бұйрықтан өзіңді жаттау. Дұрыс. Зілді бұйрық өлеңінен таңдап жатты әдісі арқылы зілді бұйрық өлеңінен үзінді айтамыз. Қанекей, кім дайын? Әміржан айта қой. Верныйдан жандаралдар бұйрық қылды. Құйрығы бұйрығының тіпті зілді. 31-19-ны алат деген суық хабар халықты бұлқындырды. Жылады сорлы халық малын айтып, кеткен соң қолдан шығып келмес қайтып. Дейді де еңірейді, егіледі, қайғының күні түні күйін айтып. Өте тамаша. Тағы бар ма? Бекжан айта қой. Пристав келіп қалды бала сұрап, ел жатыр бермейміз деп қойдай жулап. Қырсаң да баламызды бермейміз деп той салмай, әке шеше жатыр жылап. Пристав ашуланды аламыз деп, жігіттер тұр, бармаймыз қаламыз деп. Егер де бұл түріңді өзгертпесең, басына бір ойранды саламыз деп. Өте тамаша, отырады. Енді балалар, мынандай сұрақтарға жауап беріңдерші. Өлең неге зілді бұйрық деп аталады? Ол қандай бұйрық еді? Ауыр бұйрық. Патша өкіметінен Орнымыздан тұрып айтайық, қашанғы бұйрық ол? Қандай бұйрық? 1916 жыл. 1916 жылғы қандай жарлық? Өн жарлық. Онда не делінген еді, балалар? Айта ғой. 19-31 жастағы жігіттерді жұмысқа алып кетті. Бұл халыққа қалай әсер етті? Айта ғой, өлді. Халық қиыншылық көріп қарсы шықты. Неге? Қандай қарсы шықты? Қандай әрекеттер көрсетті? Дұрыс. Ашу ызаға булыққан халық көтеріліске шықты, өздерінің наразылықтарын білдірді. Кімдер арқылы жүзеге асып отырды бұйрық? Патша өкіметі. Приставтар арқылы, яғни патша өкіметінің
сұрақтарға берген жауаптарынан сендер өлеңнің мазмұнын жақсы түсінгендеріңді көріп тұр. Ал енді осы өлең соншалықты бізге әсер етуіне ақын қандай үлес қосты, нелерді қолдана? Міне қарап тұрсақ, ақындар өлеңді құр жазбайды, ол оқырманның жүрегіне жол табуы тиіс. Сол үшін ақын жазушылар көркемдеуіш құралдарды қолданады, ой әсерлі болады. Сол себепті балалар қандай көркемдеуіш құралдарды білеміз? Негізі олар үшке бөлінеді. Қандай? Ажарлау, айшықтау және құбылту. Осы көркемдеуіш құралдарды қолданғанда өлеңіміз оқырманның жүрегіне жол табатындай болады. Жалпы Жамбыл Жабаевтың «Зілді бұйрық» өлеңіне келетін болса, бұл қазақ халқының тағдыры таразыға түскен ауыр кезеңді бейнелейтін шежіре секілді. Бұл бір ғана оқиға емес, бұл өлеңнің астарында қазақ халқының әділетсіздікке қарсылығы жанайқайы жатыр. Осы «Зілді бұйрық» өлеңін оқыған кезде бір әр жолынан біз нені байқаймыз? Ауырлықты сезінеміз. Ол ақынның жазу шеберлігі. Яғни бұл «Зілді бұйрық» өлеңі Жамбыл Жабаевтың тек тарихи дерек қана емес, ел намысын оятқан, рухын көтерген азаматтық поэзияның биік шыңы іспетті. Олай болса, ары қарай жеке жұмыс, жұптық жұмыс жүргіземіз. Конвертте таратамын. Бұл жұптық жұмыс қазына іздеу әдісі деп аталады. Осы алып қарасақ, осы үзінділер бар конверттердің ішінде. Осы үзінділердің ішіне біз көркемдеуіш құралдарды табуымыз керек. Балалар, қазына іздеу әдісі арқылы. Мынаның ішінде қазынамыз бар. Қазына дегеніміз көркемдеуіш құралдар. Көркемдеуіш құралдар дегеніміз эпитет, метафора, осыларды аламыз да былай жабыстырып көрсетеміз. Эпитет болса, осы жерге, мына жерде мысалы 4-5 қазына табуымыз керек. Осы қазына іздеу әдісі арқылы үзінділермен жұмыс жасаймыз. Домбыра әдісі арқылы өзімізді бағалап отырамыз. Ал ендеше қай жұптас? Алина мен Абдул Абақтыға соры қайнар, жақсыдан жақсы қоймай алды санар. Бұл аллитерация, себебі бірыңғай дауыссыз дыбыстардан қайталанып тұр. Жақсы. Верныйдан, бұл бізде метонимия. 31-19 ол бізде метафора. Жақсы. Метафора нені білдіреді? Метафора ауыспалы мағынада қолданылатын сөздерді пайдаланып жазу. Ауыстыру деген мағынаны білдіреді. Зілді бұйрық эпитет. Қара бұлттай тегем, оттай жалынады теңім. Балалар, екінші тапсырма. Бұл топтық жұмыс. Не дейді? Оқиғыш ерлер. Зілді бұйрық өлеңі қағазға түсірді. Зілді бұйрық өлеңі 1916 жылы июнь жарлығы бойынша шыққан. Халыққа арналған қатал ашық талап әділетсіздікке қарсылық. 19-31 жас аралығындағы ер азаматты қара жұмысқа шақыру жарлығы шықты. Халық оған қарсылық назарлығын білдірді. Бұл халыққа қара бұлт сияқты болғандықтан бұлттарды салдық. Ал 19-31 жас аралығындағы жігіттер жұмысқа бармағаннан кейін оларды қамады. Сондықтан біз осындай түрмедегі темірлерді салдық. Зілді бұйрық өлеңі. Бірінші қадам. Тарихи оқиға патша өкіметінің зілді бұйрығы. Халықтың күйі қорқыныш, ашу.
Екінші қадам. Негізгі идея азаттық үшін күрес. Дәлелді мен қағазға жаздым. Зілді бұйрық қара түнек қаптап, ауыл үстіне ауыр бұлттай төнді. Халықтың үні өшкен оттай, бір сәтте тым-тырыс. Зілді бұйрық жанды жаншып, тағдырды темір торға қамалды. Бұл жерде көркемдеуіш құралдарды таптым. Теңеу, эпитет, метафора. Жұмысты бағалап өтсек, екі жұлдыз бір тірек әдісі арқылы. Қанекей Алинаның тобына сөз беріледі. Бірінші топ өте күшті дәлелдеген ой дәлелдері, қадамдары, мысалдары өте көп және керемет болған. Қалай бағалайсың? Өте жақсы. Өте жақсы бағалайды. Екінші топ барлығын жазған, халыққа қандай қауіп төнгенін бәрін жазды, және де кішкене жеткіліксіз бар. Мен бұны жақсы бағалаймын. Өте тамаша. Балалар, біз білеміз, біздің қазақ халқы небір қиын қыстау кезеңді басынан өткізді. Осы Ресейдің отарлық саясаты елге әлегі алып келді. Халық туған жерге деген, елге деген сүйіспеншіліктің арқасында осының бәрін жеңді. Тәуелсіздік, еркіндік үшін күресе білді. Соның нәтижесі қандай болды? Біз егемендікке қол жеткіздік. Қазір тәуелсіз, егеменді елміз. Өткенде ғана қандай мерекені атап өтті, еске алдық. Тәуелсіздік күнін еске алдық. Ондағы талай боздақтардың, қыршын жастардың өмірінің қиылғаны туралы білдік. Олардың есімі біздің есімізде мәңгі сақталады. Осы ауыр зілді бұйрықтан басталған, осындай бұйрыққа қарсы жасалған көтерілістер әр кезең сайын толығып отырды, өзінің қиыншылықтарынан сабақ алып отырды. Соның арқасында біз күресудің қандай болатынын, азаттыққа қалай қол жеткізу керек екенін білдік. Ол бірліктің арқасында, елге деген сүйіспеншіліктің арқасында болды. Енді үшінші кезеңде біз еркін елдің ұланымын деген шығармашылық жұмыс жасаймыз. Және ең жақсы жасалған шығармашылық жұмысты, мысалы өлең жазуға болады, мақала жазуға болады. Мына жерге автор орындығына отырып оқып береміз. Ал қанекей ондай болса жұмысымызға сәттілік. Жаза қойыңдар, дәптерлеріңді алып, шығармашылық жұмысты бастаймыз. Және балалар, шығармашылық жұмысымызда көркемдеуіш құралдарды көптеп қолданамыз. Мысалы, эпитет, теңеу, метафора, қайталауларды көптеп қолдансақ, жұмысымыз қандай болады? Өте әсерлі болады. Ал енді шығармашылығымызды шыңдауға бет бұрайық. Сәттілік балалар. Барлығы түсінікті, сұрағым бар, түсінбедім деген үш түрлі жауап тұр. Осыған келіп өз пікірлерімізді білдіреміз. Қанекей Әдішан келе ғой. Маған барлығы түсінікті, мен көркемдеуіш құралдардың барлығын түсіндім. Өте тамаша. Сұрағым бар. Көркемдеуіш құралды таба алмадым, бірақ бәрін түсіндім. Жақсы, абзал көркемдеуіш құралдарының түрлерін оқып келе ғой. Үйде келесі сабақта тағы да қосымша жұмыстар жүргізетін боламыз. Маған барлығы түсінікті болды. Сабақтан қандай әсер алдың? Жақсы әсер алдым. Олай болса, үй тапсырмасына кезек берейік. Үй тапсырмасына мен Жамбыл бабамызға хат жазуды тапсырайын. Хат жазып келесіңдер, және өзімізді бағалап өтейік. Алдымызда домбыра әдісі арқылы бағалау жүргізуіміз керек. Қанекей, тездетіп айтамыз. Ерлан, өзіңе қанша баға қоясың? Мен өзіме 9 баға қоямын. Жақсы, мөлдір. Мен өзіме 10 баға. Мен мөлдірмен келісемін. Барлық сұраққа жауап берді. Өте белсенді болды, сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Ақырет. Айтып шығыңдар. Мен өзіме 9 баға қоямын. Өте жақсы. Мен өзіме 9 баға қоямын. Мен өзіме 8 баға қоямын. Мен өзіме 10 баға қоямын. Мен өзіме 7 баға қоямын. Мен өзіме 7 баға қоямын. Өте жақсы. Олай болса балалар, сабағымызды аяқтаймыз.